Жарысқа мектеп оқушылары мен колледжде білім алып жатқан спортшылар бақтарын сынады. Теміртау қаласынан дарынды балаларға арналған спорт мектебі мен балалар спорт мектебінен жеңіл атлетшілер жақсы өнер көрсетіп қайтты. Жалпы Қарағанды құрамасының намысын 25 спортшы қорғап, жалпы команда бойынша екінші орыннан көрінді. Наши девчонки выступали. Біздің қыздар өте жақсы өнер көрсетті. Оның бір себебі спортшы қыздар жарыстың алдында оқу жаттығу дайындығын өткізген болатын. Жалпы бұл жарыс тамыз айында Қытайда өтетін жасөспірімдер арасындағы халықаралық жарысқа іріктеу ретінде болды. Одан кейін Таиланд тағда бір көлемді жарыс бар. Үздік атанғандар сол жарыстарға қатысуға жолдама алады. Жеңіл атлетшілер аталмыш сайыста қоржынға 19 алтын салып 400 ұпай жинап үздіктер қатарына енген. Қарағанды құрамасы алғашқы орыннан көрінсе, Шығыс Қазақстан облысының спортшылары екінші, солтүстік қазақстандықтар үшінші орыннан көрінген. Теміртаулық жеңіл атлетшілер өздеріне берілген арақашықтық бойынша өнер көрсеткен. Цели и задачи, конечно, основная цель. Басты мақсат тек бірінші, екінші орындардан көрініп ғана қоймай, еліміздің жеңіл атлетика құрамына кіру керек болатын. Яғни ол жерде арнайы мөлшерді орындау керек болды. Бұл талапты Ирина Гор мен Мария Овчинникова орындап шықты. Олар 11 күні Шымкентте ел құрамасының намысын қорғайтын болады. Жарысқа қатысқан жеңіл атлетшінің бірі Ирина Гор. Спортшы қыз Таиландта өткен сайыста ел қоржынына 3 медаль салып келді. Ал Шымкент қаласында өткен жарыста 400 метр қашықтыққа жүгіріп, екінші орыннан көрінеді. Алайда спортшының өзі жарыстағы жетістігіне көңілі толмайтынын айтады. Спартакиада проходила, конечно, не очень. Жарыс көңілмен шықпады, себебі өте ауыр болды. Жол жүріп келіп, екінші жарысқа қатысқаннан шаршаңқырап қалған сияқтымын. Ауа райының қолайсыздығы да бар. Қуанышқа орай Ирина Гор шведтік эстафетада чемпион болды. Сонымен қатар Мария Овчинникова жүгіруден бөлек секіру бойынша да бағын сынаған. Ауа райының қолайсыздығынан спортшы тек 4-ші орыннан ғана көріне алды. На длине я Мен ұзындыққа секіруде 4-ші орыннан ғана көріндім. Жаңбырдың әсерінен жеке рекорд орната алмадым. Ал үштік секіруде жақсы өнер көрсеттім. Бір қуаныштысы, менің бұрыннан келе жатқан қарсыласымды жеңіп, жоғары нәтиже көрсеттім. Бұл спортшылардан бөлек Александра Клюкас, Маргарита Пулодова мен Динара Сағындықовалар өнер көрсетіп, өздерінің жеке рекордтарын орнатқан. Спортшылар ел құрамасына өткен жеңіл атлетші қыздар 11 мамырда Шымкент қаласында өтетін оқу жаттығу даярлығына баратын болса, 19 мамыр күні Таиландта өтетін халықаралық жарысқа барады. Қазіргі уақытта спортшылар қызу дайындыққа кірісіп кеткен. Ақерке Заирова, Нұрлан Егенбергенов, Сфера арнасы.